Жер үйде тұрам ба әлде пәтерде тұрам ба деп жүрсеңіз, әрине жер үйдің артықшылықтары бар. Көршілерді естімейсіз, көршілер жақын емес, өзіңіздің территорияңыз бар. Көлік қойсаңыз да күнде өзіңіздің орныңызға орын іздеп жүрмей бір орынға қоя саласыз деген артықшылықтары бар. Енді оңтүстік жақтарда жер үй сұранысқа ие болуы мүмкін, ал біздің мына Астанада сұранысқа қатты ие емес. Оның бірнеше себептері бар. Біріншісі ол климаттық жағдайға байланысты. Жаңағы қыс уақыты ұзақ уақыт болады, оны жылыту керек дегендей. Центральный отопление қосылмаса жер үйді жылыту қиынырақ дегендей. Екінші, бағасы өте қымбат. Енді қаланың ішінде Астанада центральный отопление қосылған үйлердің бағасы өте қолжетімсіз, өте қымбат. Қаланың шетінде орналасқан жер үйлерді бағасы арзан емес. Бұл екінші мәселе. Үшіншісі, ипотекаға рәсімдеу. Жер үйді ипотекаға рәсімдеу қиынырақ пәтерден қарағанда. Жер үйдің алдындағы хозпостройка дейді, каждый объекті, әр объекті техпаспортта енгізілуі керек. Және де жер үйді ипотекаға рәсімдеген кезде банктың адамы келіп, жаңағы үйіңіздің салынған материалын тексеретін болады. Материалын тексереді, экспертиза жасайды. Одан кейін барып банкке залогқа алына ма, алынбай ма, соны шешетін болады. Бір сөзбен айтқанда, жер үй ипотекаға рәсімдеуге қиынырақ. Төртінші момент, жер үйді сату қиын. Жер үй пәтерден қарағанда неликвид болып саналады. Пәтерді сату жеңілірек, жер үйді сату қиынырақ және ұзағырақ болады. Оны бірден мысалы алда жалда сату керек болып қалса, немесе бір жерге көшу керек болса, срочно көшу керек болса, жер үйді бірден сатып, бір-екі аптада сатып кете алмайсыз. Жер үйді сату ұзағырақ. Осындай нюанстары бар. Енді жер үйде тұрам ба, пәтерде тұрам ба деген сұрақ өзіңіздің шешіміңіз. Бірақ комментарийға жаза кетсеңіз, сізге жер үйде тұру ыңғайлы ма, немесе пәтерде тұру ыңғайлы ма, ұнай ма, соны жаза кетсеңіздер. Осы видеоны таныс туыстарға жіберіп қойыңыздаршы, олардың да көзқарасын білейік. Парақшаға тіркеліп қойыңыз, ипотека туралы ақпараттар айтылады.